исламды қыздыру деген процесс болды әлемде. Совет үкіметіне қарсы исламды қыздыру, накаливание дейді ғой орысша. Сол идеология көрші болғаннан кейін біздің Орта Азияға өтті. Соның арқасында біздің Орта Азияда исламский жамағат Узбекистана, тағы да неше түрлі маджахеттік жамағаттар пайда болды. Олар 90-шы жылдарда Өзбекстанда өте үлкен проблема жасады. Хизбут Тахрир кірді, Иду кірді, анау Жуман Амангани бар, Тахир Юлдашев деген тұлғалар, бұлар тұлға деп айтайын, лидерлер деп айтайын, сол радикалды көсемдер деп айтайын, я. Солар пайда болды да, солардан біздің діндарлар да әсерленді. Себебі солардың шығарған кітапшалары самиздатпен бәрі тарады. Анау Дағыстанда 80-ші жылдардың аяғында Сантлада деген баспа болды мысалға. Аты андай ешқандай діни емес, дегенмен басқан кітаптарының барлығы такфиризм идеологиясына жақын болды, көрдіңіз бе? Сол кезден бастап кірді, одан кейін 90-шы жылдар дамыды. Содан кейін ИГИЛ шыққан кезде ортаға, сонымен негізгі ең жоғары пикіне сол кезде шықты. Содан кейін ИГИЛ жойылды, басқа да террорлық ұйымдар жойылғаннан кейін басылды. Әлемдік деңгейде қазір басылып тұр. Қазір күн тәртібінде басқа қақтығыстар, дін атын жамылған қақтығыстар көп емес. Қазір енді былай қайтадан правый радикализм, левый радикализм деген саяси ультра бір радикализмдер қайттан шығып жатыр. Ал діни радикализм болса, кішкене ауқымы тарылып, басылып қалды деп айтуға болады.